сәлеметсіздер ме? Абдрашева Алия Қажымқанқызы болады мен атым. Оқитын курс қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі. 4-ші дәрістің тақырыбы оқушылардың ауызша және жазбаша тілін дамыту. Соның ішінде шығарма жұмыстары. Оқушылардың ауызша және жазбаша тілін дамытып, тіл мәдениетіне үйретіп жетілдіруде басқа пәндерге қарағанда әдебиет пәнінің алатын орны мен рөл. Көркем әдебиет өнердің бір саласы. Сөз өнері болғандықтан, оның тамаша шығармаларында әдемі, сұлу, кестелі, өрнекті сөздердің алуан түрлерін кездестіреміз. Сөз бен сөйлемнің осы сияқты сыр сипаты, қасиеті тек әдебиет шығармаларына тән. Оқушылардың тілін дамыту, сөйлеу мәдениетін өрістетіп, жетілдіріп отыруын көздейтін мектеп көлемінде тиісті шаралар белгіленіп, жаппай күрес жүргізіліп отыру. Бұл жұмысты осылай ұйымдастырмаған жерде одан ойдағыдай нәтиже күту, толық мақсатқа жету не ғайбыл болмақшы. Оқушылардың сөйлеу тіліне қойылатын талаптарды жинақтап, тұжырымдап айтсақ. Бірінші, оқушы өзін айтайын деген ой пікірін жүйелі, байланысты түрде айтып беруге дағдылансын. Екінші, сөзі тартымды, дәмді, мазмұнды, дәлелді болсын. Үшінші, әдеби тілдің нормасынан шығып, ауытқып кетпей, оны сақтап, мәнерлеп сөйлеуге жаттықсын. Төртінші, сөзді дұрыс қолданып, сөйлемді дұрыс құрап сөйлей білуге машықтансын. Енді 4-5 сыныптарда оқушылардың ауызша тілін дамыту жұмыстары әдебиет сабақтарында қандай әдіс-амалдар мен тәсілдер арқылы жүргізіліп отырады деген мәселеге келейік. Бұған байланысты жүргізілетін жұмыстардың кейбір түрлері айтылады. Оларға тоқталсақ. Бірінші, мәнерлеп оқу. Мұғалімнің ауызша немесе жазбаша берілген сұрақтарында байыпты, толық жауап қайтара білуге дағдыландыру. Келесі, оқылған шығарманың сюжетін әңгімелеп айтып беру. Келесі, әдебиеттік шығарма кейіпкерлерінің мінездемесін ауызша айтып беру жұмысы. Келесі, жазбаша тіл дамыту жұмыстары бұл мазмұндама, шығарма түрлерімен анықталады, қазақ әдебиетінде әсіресе. Мазмұндама бұл жазба жұмыстарының бұл түрі 5-8 кластардың бәрінде де жүргізіледі. Айырмашылық әр классқа жаздыруға алынатын текстің көлемі мен түр ерекшелігінде және ауыр, жеңіл ерекшелігінде болады. Соның ішінде біз шығармаға тоқталатын болсақ, шығарма мектепте әдебиет пәні оқытумен байланысты жүргізілетін жазба жұмыстарының үлкен және маңызды салаларының бірі. Шығарма 5-ші, 8-ші, 9-ші, 11-ші сыныптардың бәрінде жаздырылады. Шығарма күнтізбелік жоспарда көрсетіледі. Шығарманың қашан жазылатыны тақырыбы сол күнтізбелік жоспарда белгіленеді. Шығарма жазу сабағында оқытушы тақтаға алдымен айын, күннің, сонан соң тақырыбын, жоспарын жазады. Кейде оқытушы мұндай жоспарды бірден тақтаға жазбай, оқушылармен бірге отырып, шығарманың жоспарын бірлесіп құрайды. Сонда бұл мұғалімнің басшылығымен оқушылардың өздері жасаған жоспары болып шығады. Егер сынып жақсы болса, кейбір ретте оқушылар шығарма жоспарын өздері жасауға болады. Бұл әсіресе 5-7, 8 сыныптар үшін өте орынды. Үйрету сипатында жаздырылатын шығарма жұмыстарында оқушылардың көркем шығарма мәтінін көруге, қарауына рұқсат етіледі. Сөйтіп оқушылар шығарма жазуға кірісе бастайды. 5-8 сыныптарда, жоғарғы кластарда жаздырылатын шығарма жұмыстары өздерінің түрлері мен тақырыптарына қарай әртүрлі болып келеді. Мысалы, әдебиет бағдарламасындағы негізгі шығармаларға, сыныптан тыс уақытта оқытылатын шығармаларға, ауыл шаруашылығына, өнеркәсібіне, мәдениет пен өнер салаларына, медицинаға, сауда жүйесіне, тарихи орындар мен даталарға, отан қорғау мен патриотизм, бейбітшілік пен табиғат дүниесіне, мектеп пен балалар өміріне тағы да басқа байланысты тақырыптар беріледі. 5-8 сыныптарда жазылатын шығармалар тақырыптарына қарай түр жағынан баяндау, хабарлау,
суреттеу, мінездеу түрінде немесе осылардың кейбіреуі қосылып аралас түрінде жазылады. Сондай-ақ шығармада диалог, пікірлеу, зат жағдай бейнелері сияқты элементтер де болуы мүмкін. 9-11 сыныптарда жүргізілетін жазба жұмыстары 3 салаға бөлінеді. Біріншісі әдеби тақырыпқа, бұл 9-10 сыныптар. Екінші, әдеби публицистикалық және творчестволық сипаты бар тақырыптарға жазылатын шығармалар. Келесі, үшіншісі түрі іс қағаздарына байланысты жазба жұмыстар, яғни конспектілер, жиналыстың мәжіліс хаты, протоколы, соларды жазып үйрену немесе істелген жұмыс жайында есеп беру. Мұғалім оқушылардың шығарма жұмыстарын қойылатын талаптар тұрғысынан қарап, тексеріп шығады. Осымен қатар оқушылардың баяндалып, суреттеліп отырған оқиға көріністерге көзқарасы, өздігінен ойлай білуі, творчестволық пікірі, дәлелдері мен қорытындылары қаншалықты орынды және дұрыс жазуы ескеріледі. Оқушылардың шығарма жұмыстарын бағалау, талдау формалары, орфографиялық пунктуациялық жақтарынан сауатты жазуын қадағалау жүргізіледі. Әрбір оқушының шығарма жұмысында кеткен қателіктер мен кемшіліктері жүйеленіп, есепке алынады да тиісті баға